Кедейлік кетіреді сыныңызды, бар болса мал жабады мініңізді. Бұл күнде тіл сөйлемей мал сөйлеген, көре бер үйтіп-бүйтіп күніңізді. Жүрекке дүние кірсе, кең әлемді тар қылар. Жүрекке иман кірсе, тар әлемді кең қылар. Жүрегің қатып қалса, кедейдің алдына барып жейтін тамағыңмен бөліс. Шырылдаған ішегін жұбат. Ол болмаса, жетімнің алдына барып әдемі сыйлықтар беріп, өксіген жасын тоқтат. Кедейдің аштығы мен жетімнің өксіген жасын тоқтатсаң, жүрегің жұмсарады. Осы адамдар әдемілікке, сұлулыққа құмар болғандай, адалдыққа да құмар болса, дүние өзгерер ме еді? Еріншектен салақтық, салақтықтан надандық, бірінен бірі туады, жоғалар сөйтіп адамдық. Қайта-қайта айтылған насихаттан жалықпа. Өйткені жай шегені қағу үшін де бірнеше мәрте ұру керек. Үндемеу үнемі ризалықтың белгісі емес. Кейде ол санасыз адамдарға кей нәрсенің мағынасын жеткізе беруден жалығуы болуы мүмкін. Қандай тағдыр болса да талғамадың, әлде қарсы тұрарға барма амалың. Жан азабын жазықсыз жұтып жатқан қайран жүрек мен саған таңғаламын. Жараның орны жазылады, бірақ ізі де қалуы мүмкін. Ал ауыр сөздерден жараланған көңілдің орны ешқашан жазылмайды. Ол мәңгілік жүректің түбінде қалады. Жігіттің намысы қыз баланың арымен өлшенеді. Қыз бала шырмауық гүл секілді. Бірдеңеге сүйенбесе, жайқалып өсе алмайды. Сондықтан қызын сыйлаған, қызын аялаған, қызын қорғаған ұлттың болашағы зор болмақ. Алланың бір құлға кедейлік немесе ауру бергенін көргенде, Алла тағала оны күнәларынан тазартуды қалағаны деп біліңдер. Біреудің қандай жұмыс істеп, қандай үйде тұрып жатқаны, қандай киім кигені, қандай көлік мінгені, қаншалықты бақуатты өмір сүріп жатқаны маңызды емес. Өз көзқарасыңмен басқаларға қорытынды жасама. Байқұс-ай деп мүсіркеген адамың әлемдегі ең бақытты адам болуы мүмкін. Осындай болсам ғой деп қызғаныштан қарайтын адамың сан мыңдаған ауыртпалықты тиеп алып, қиналып жүрген біреу болуы мүмкін. Өмірді түсіне немесе ақшасына қарап бағалама. 3 нәрсеге уақытыңды босқа жұмсама. Ең бірінші, өткенге өкіну. Өйткені ол қайтып келмейді. Екінші, өзіңді басқалармен салыстыру. Өйткені бұл еш пайда әкелмейді. Үшінші, барлығына ұнауға тырысу. Өйткені бұл мүмкін емес. Ғалым болсаң да, ата-ананың алдында ештеңе білмейтіндей бол. Бай болсаң да, атаңның алдында кедей секілді бол. Үстем болсаң да, ата-анаңның алдында кішіпейіл бол. Бар нәрсеге назар аудар. Жақсылықтар мен нығметтерге, өміріңдегі жақсы ұсақ тиектерге шүкір ет. Алла сені көркем тосын сыйларымен ризықтандырады. Көңіл күйің түссе, күлімде. Қайғы жаныңды жегідей жесе бөліс. Жүрегіңде сезім тұнса, тұншықтырма. Қиналсаң айқайла. Өмірден баз кешкенде шыда. Қанатыңды жайғанда ұш. Дұшпан аярлық көрсетсе кешір. Бақыт есік қаққанда кіргіз. Дос басқа қарайды ағайын деп. Дұшпан аяққа қарайды шалайын деп. Өткізбе бекер күн айды, ұмытып кетпе Құдайды. Қарызға берген уақытын сұрайды ертең сұрайды. Не демейді құрдасына құрдасы, жаман кейде кейбір сөздің бұрмасы. Бір орманның кетуіне өртеніп, жетіп жатыр сіріңкенің бір басы. Жамандық жасасаң да, жақсылық жасасаң да жауапсыз қалмайды. Жаман мінез жанға опа бермес. Заман емес, адам ренжітеді. Дәрежең өскен сайын ұстамды болғайсың. Өмірдің 2 тірегі бар. Үйренуден жалықпау, үйретуден аянбау. Өмірден не қаласаң соны аласың. Сондықтан қалауыңды өсіруден қорықпа.
Көп сөйлеген адам көп жаңылады. Көп жаңылған адамның ұяты азаяды. Ұяты аз адамның тақуалығы аз болады. Тақуалығы азайған адамның жүрегі өледі. Жүрегі өлген жан тозаққа кіреді. Адамға үлкен дұшпан жұтқан тамақ. Үлкен жау ұйықтамасаң болар қабақ. Тығынан бір тесіктің толтырам деп, күнәні үсті-үстіне жүрмес жамап. Өмірде адам күледі де жылайды, бірақ маған екеуі де ұнайды. Өмір бойы күліп өтсе адамдар, мүлде ұмытып кетер еді Құдайды. Тосқауыл бола алады ажалға кім? Тірлікте жөн күнәңнан тазарғаның, азап жоқ деп сені алдап қоймасыншы, үн шығармай жатқаны мазарлардың. Адамдар көңілін көтере алатындармен жолдас, ішіндегісін айта алатындармен дос, көз жасын көрсете алатындармен бауыр болады. Ең керемет жауап үнсіздік, ең керемет сөз дұға, ең керемет адам жамандыққа жақсылықпен жауап беретін адам. Ата-ананың арманы ұлдың бағы жанғаны, инабатты ибалы жақсы келін алғаны. Ата-ананың арманы қыздың бағы жанғаны, өз қызындай көретін құтты жерге барғаны. Болсаңыз марапатқа жалпы лайық, арталмас ешкім сізге артық айып. Нобелдің сыйлығы емес, ораза ұстап, Алладан сый алуға талпынайық. Құрметті оқырмандар, жоғарыда айтылған нақыл сөздер сізге азда болсын пайдасын тигізген болса, онда арнама жазылып, видео астына өз пікірлеріңізді қалдыра кетуіңізді сұранамын.